Жапонияда жер сілкінісінің арты цунамиге ұласып, елде дүрбелең болып жатыр. Мысалы, мына видеоны қарасаңыз, үлкен толқынның жағаға келіп соқтығысып, шайып кеткен байқауға болады. Алайда осы видеолар қаншалықты рас? Жапонияда расымен цунами болып жатыр ма? Тексеріп көрдік. Тараған видео фейк және Жапониядағы жер сілкінісіне ешқандай қатысы жоқ. Ал бейнероликтің өзі жасанды интеллект көмегімен жасалған. Біз қараған видеоны Жаңаөзен телеарнасында 21 сәуірде жарияланған. Алайда ең алғашқы нұсқасы 20 ақпанда Financial Senseiko аккаунтында шыққан екен. Видеоның жасанды интеллект көмегімен жариялаған байқау қиын емес. Мысалы, алып толқын ғимараттарға соқтығысып, шайып кетсе де олардың аман қалғанын көреміз. Ал видеоны алғаш болып таратқан Financial Senseiko аккаунты да осыған ұқсас жасанды интеллект көмегімен жасалған көптеген видеоларды жариялап отырады екен. 20 сәуірде Жапонияның солтүстігіндегі жағалауда магнитудасы 7,7 болатын жер сілкінісі тіркеліп, жергілікті билік цунами туралы қысқа мерзімде ескерту жасады. Жер сілкінісі негізінен Санрику жағалауында жергілікті уақыт бойынша 16:53 шамасында тіркелген. Ал The Japan Times басылымының жазуынша жер сілкінісінің салдарынан Ивате префектурасындағы Кудзи портында 80 сантиметрлік, ал Мияко портында 40 сантиметрлік цунами тіркелген. Бірақ не десе де тараған видеодағы цунамимен мүлде салыстыруға келмейді. Қазіргі таңда сайттағы ірі цунами туралы ескертулер немесе ұсыныстар мүлде жоқ. Ал сіз бұл видеоға қаншалықты сендіңіз?